Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біздер бүгін жаңа тақырып бастамас бұрын алдыңғы өткен сабақты қайталап өтейік. Біздерде алдыңғы сабақта веб-сайттар жасау тақырыбын өткен болатынбыз. Бұл сабақта біз сайт ұғымымен, сайттың жасау этаптарымен танысқан болатынбыз. Енді сол бағытта жалпы желі тақырыбында үй тапсырмасын қайталап өтеміз. Үй тапсырмасын орындау үшін біз Google форма арқылы жасалған тест платформасында жасалған Google платформасына тестті орындаймыз. Ол тесттің қазір сіздерге сілтемесін жіберемін, және сол сілтеме бойынша сіздер жауап беріп, мен жауапты маған автоматты түрде келіп тұратын болады. Тест жұмыс басталады. Тест жұмысында сіздер міндетті түрде өздеріңіздің аты жөндеріңізді, электрондық почталарыңызды жазып өтесіздер. Аты жөндеріңіздің қасына топтарыңызды жазып өтсеңіздер болады. Біздерде одан кейін бізде сұрақтар басталады. Яғни браузерлерге қандай қосымша жатады, электрондық почта дегеніміз не, жалпы желіге байланысты және веб-сайттарға байланысты бірнеше сұрақтар қойылады. Сол сұрақтарға жауап беріп, сіздер жауап беру батырмасын басасыздар ең соңында. Болғаннан кейін ответ бөлімінен, жауап парағы бөлімінен сіздердің жауаптарыңызды мен балл бойынша қарайтын боламын. Студенттер, бізде жаңа тақырып, бүгінгі жаңа сабағымыз бастайық. Бұл тақырып біздерде сайт жасау әдістері деп аталады. Бұның бүгінгі күннің жартысымен тақырыпты дәптерімізге түсіріп аламыз. Енді жаңа тақырыбымыз бойынша тоқталатын болсақ, жаңа мәліметтерге жалпы сайт жасаудың бірнеше кезеңі бар, айтылғандай алдыңғы сабақта, және бірнеше бағдарламалары бар. Дайын интернет конструкторлар көмегімен, сайт конструкторлар көмегімен, немесе кәдімгі бағдарламалау тілдері арқылы жасауға болады. Бүгін біз соның ішінде сайт конструкторы, UX сайт конструкторы мен сайт жасауды қарастыратын боламыз. Жалпы UX программасы қазіргі кезде ең танымал платформалардың бірі. Бұл тек қана біздің мамандыққа ғана қатысты емес, бүкіл мұғалімдердің жұмысын жеңілдететін сайт құралы ретінде қолданылады. Және бұның ақылы түрде де, тегін түрде де версиялары көп, бірнеше қамтылады. Соның ішінде біздер осы UX-та бүгінгі сабағымызда жаңа этаптары, қалай сайт құру керек, қандай мүмкіндіктері бар, сонымен танысатын боламыз. UX операторының ашылу коды бізде парағы UX.com деп тұрады. Егер Google браузерге UX.com деп жазатын болсақ, ол міндетті түрде бізге сол UX операторына қатынауды көрсетеді. Одан кейін біздер UX операторына өткеннен кейін ары қарай сайттарды жасау мүмкіндігін ие бола аламыз. Және де бұл UX деген өзі бірнеше мыңнан астам дайын дизайн беретін платформа саналады. Бізге өзіміздің бағытымызға қарай дизайндар таңдап алып, солай ары қарай сайт жасау этаптары бойынша сайтымызды құрастыра аламыз. Және бұның бір ерекшелігі басқа сайт конструкторларынан көп мүмкіндіктері тегін. Жалпы 5 қадам арқылы біз сайтты жасап шыға аламыз UX-та. Біріншісі, UX-та аккаунтымызды тіркейміз. Жаңадан регистрация жасап, аккаунт тіркегеннен кейін қандай сайт жасағымыз келетінін анықтаймыз. Ол білім саласына ма, сауда-саттық саласына ма, мекемеге ма, әртүрлі бағытын таңдап аламыз. Содан кейін жасанды интеллектпен жасалған дайын сайтты да алу үшін осы UX-ті пайдалануға болады. Немесе UX-тің классикалық редакторымен де жұмыс жасай аласыздар. Үшінші қадамы, сайтта қалаған нәрсенің бәрін өзгертесіздер. Сурет болсын, ол мәтін болсын, график түрлері болсын, барлығын өзіңіздің талғамыңызға қарай өзгерте аласыздар. Төртінші кезеңі, дайын болған сайтты жариялай аламыз, хостингке қоса аламыз, және оны әріптестерімізбен немесе барша адамдармен бөлісе аламыз. Бесінші қадамы, бұның уақыт өте келе бизнесті дамытудың, егер бизнес бағытында болса, басқа да мүмкіндіктерін жаңартып, күнделікті қосып отыра аласыздар. Осындай 5 қадамнан UX-та сайт жасау тұрады. Веб-сайт жасаудың жалпы қадамы UX-та бірнеше кезеңі бар. Оны жоспарлау бірінші кезеңі, екінші кезеңі элементтер жасақтау, үшінші кезеңі бағдарламалау, төртінші кезеңі тестілеу дегеніміз, яғни сайттың жұмыс жасауын қарау ғой, қадағалау. Одан кейін сайтты біз жариялайтын боламыз. Осы 5 қадаммен жұмыс жасауларымыз қажет. Жалпы жоспарлау кезеңінде осы мәселелер орындалады. Бұл сайттың орналасқан орны, сайттың аудиториясы кімдерге арналған, және қандай ақпараттар
жариялана алады. Осы бөлімдердің барлығы жоспарлау кезеңінде орын алатын болады. UX сайт конструкторын қолданған ашқан кезде біздерде UX.com деп жазамыз ғой, адресімде тұр. Осындай істерде UX студиясы ашылады, сайт жасау. Бұның ішінен өздеріңіз аккаунттарыңызға кіргеннен кейін, мұнда менің аккаунтыммен кіріп тұр, немесе сіздер регистрация жасап кіргеннен кейін осындай істерде главный экран пайда болады. Бұған Google аккаунт болсын, басқа да аккаунттарыңызбен арқылы жаңағы регистрация жасауға болады. Мынаның ішінде сіздерде неше түрлі шаблондар беріледі. Осы шаблондардың көмегімен сіздер жаңа сайтты ары қарай құрастыра аласыздар. Все шаблоны бөліміне кіретін болсаңыздар, маркетингке арналған ба, білімге ме, өзіңіздің портфолиоңызға ба, барлық түрлері көрініп, осылай ашылып тұрады, және сіздер өздеріңіздің бағыттарыңызды таңдап, ары қарай жұмыс жасай аласыздар. Интернет-магазинде де көбіне осы UX операторында қолданылатын болады. Біздерде енді қазір негізгі жаңағы UX студиясы бойынша, UX-тағы дайын конструктор бойынша, дайын конструкторлар көмегімен сайттарды жобалап бастайтын боламыз бүгінгі сабағымызда. Оның ішінде осы отырған жаңағы компьютерлердің санына сәйкес осы 4 тақырып бойынша сайтты жобалайсыздар. Бірінші компьютер мысалға мекеменің сайтын жобалау, екінші компьютер мейрамхананың сайтын жобалау, үшінші тақырып интернет дүкеннің сайтын жобалау, төртінші тақырып оқу орталығын сайтын жобалау. Ары 5-ші, 6-шы, 7-ші, 8-ші компьютерлер бойынша жұмыстар жалғаса береді. Бұл кезде біздер ең алғаш сайтты жобалаған кезде сіздер сайттың жаңағы қай мекемеге тиісті екендігін, онымен қатар кімдерге тиісті екендігін, негізгі бетін, яғни жасап шығарасыздар. Байланыс ақпараттарын, одан бөлек жаңағы заказ беру болатын болса, интернет-магазин болатын болса, заказ беру түрлерін, немесе оқу орталығы болатын болса, қандай бағдарламаларды оқытады, қандай бағдарламадан тұрады оқу бағдарламасы, соның бәрін жаңағы жоспарлап жасайтын боласыздар. Бүгін тек қана сабағымызда практикалық тапсырма бұл осы 4 тақырып бойынша сайттың негізгі бетін жасау тапсырма. Компьютерімізге отырып осы жұмысты бастаймыз. Енді бүгінгі тақырып бойынша жасаған жұмыстарыңыз, түсіндірілген тақырып, жалпы сайт конструктор бойынша егер тақырыпты жақсы түсінген болсаңыздар, меңгерген болсаңыздар, сіздерде экранда осындай компьютердің суреті тұр. Экранын жасыл түспен бояйсыздар. Барлық тапсырманы орындап, сабақты түсініп, үй тапсырмасын барлығыңыз орындап, белсенді қатысқан болсаңыздар. Немесе қиындықтар болып осы сайт құрастыруда, немесе тақырыпты түсінуде, сайт құрастыруда қиындықтар болса, бұл біздерде экранды сары түспен бояйсыздар. Енді тақырыпты мүлдем түсінбей қиналсаңыздар, онда қызыл түспен бояп маған белгі бересіздер. Енді оқушылар, енді студенттер, біздерде үй тапсырмасы сіздерге берілетін. Бұл үй тапсырмасында қазір сіздер банағы жасаған сайттарыңыз бар ғой, алғашқы беті, соған медиа және приложение қосасыздар. Приложение дегеніміз сол сайттың жаңағы қатысты әлеуметтік желілер тіркеу, немесе каталогтарды тіркеу, ал медиа деп отқанымыз суреттер, дыбыстар, әртүрлі медиа ақпараттарды қосып келеміз үй тапсырмасына. Жақсы, сабақ аяқталды, сау болыңыздар.